Ассаламу алейкум достар. Бүгін өте оңай және тез дайындалатын пирог дайындаймыз. Ол үшін видеоның соңына шейін көріп, Маралмен бірге болыңыздар. Ыдысымызға жұмыртқамызды, сгущенкамызды және ерітілген сары майымызды құйып, барлығын біртек тығылып араластырамыз. Сонан соң ұнымыз бен қопсытқышымызды салып, тағы да араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді формамызға құямыз. Менің формамның размері 22 см. Қызып тұрған пеште шамамен жарты сағат пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Оны жақсылап суытамыз. Суыған соң осылай қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Пирогымыз өте жұмсақ, нәзік және дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, комментарий бөлімінде сұрап кетіңіздер. Сау саламат болыңыздар.